Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Біз бүгін татулық KZ әлеуметтік жобасы аясында ер болу жауапкершілік хабарын бастағалы отырмыз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы әкеге қарап ұл өсер деп аталады. Бүгінгі хабардың қонағы Республикалық Әкелер Одағы қоғамдық бірлестігінің төрағасының орынбасары, осы қоғамдық бірлестігінің Астана қаласы филиалының төрағасы, Астана әкімдігі жанындағы балалар құқығын қорғау комиссиясының мүшесі Күзембай Бегдайыр Нығметұлы. Бегдайыр Нығметұлы кеш жарық біздің хабарымызды, шақыруымызды қабыл алып, уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Кеш жарық. Рахмет аға. Бегдайыр Нығметұлы, бұл отбасындағы береке, бірлік, отбасындағы татулық біздің еліміз үшін, қоғамымыз үшін аса маңызды мәселе екендігін айтпаса да түсінікті. Бұл аксиома деп те айтуға болар. Себебі қазақта отбасында шуақ болмай, отанда қуат болмайды деген сөз бар. Жалпы отбасы ол қоғамның тұрақты дамуының, қоғамдағы береке бірліктің болуының ең басты элементтерінің бірі. Осы тұрғыдан алғанда біздің татулық KZ әлеуметтік жобасы өте маңызды. Соған енді сіз қонақ ретінде біздің ой бөлісуге шақырып отырмыз. Сіз Республикалық Әкелер Одағы қоғамдық бірлестігінің ең белсенді, бүкіл қоғамға танымал болған мүшесі, сондықтан сіздің ой пікіріңіз осы әңгімелер төңірегінде өте маңызды деп ойлаймын. Енді сұрақтарымызды бастасақ, жалпы қазақта отбасы құндылығына аса үлкен мән берген ғой. Мысалы, қара шаңырақ деген ұғым бар, тектілік деген ұғым бар, отбасыңызда бақытты, берекелі шаңырақ болсын деп айтады қазақта. Яғни, мынау ата, әже, әке, ана деген ұғымдар өте бір киелі ұғымдар есебінде қабылданады. Алайда соңғы кездері әртүрлі себептерге байланысты осы отбасы құндылықтарын, отбасы қазақтың жақсы дәстүрлерінің бір шектелуі дейміз бе, құлдырау құбылыстары болып жатқан сияқты. Осы мәселелердің себеп салдарлары туралы өзіңіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Әңгімені осыдан бастасақ. Көп рахмет Әділхан Төлегенұлы, шақырғандарыңызға. Құрметті көрермендер, қазақ елі, бүгінгі күніміз жарық болсын, аспанымыз ашық болсын. Сұрағыңыз өте орындағы. Біз бағзыдан өзі қазақ елі болып қалыптасқаннан бері ата-бабамыздың негізі отбасы құндылығы өте ерекше және де өте үлкен, соған көп көңіл бөлген. Бұл жерде сіз жаңа дұрыс айтып өттіңіз. Отбасы құндылығы, отбасының институтының қазір құлдырау үстінде болып жатқаны, ол расында да бәрімізге анық. Бұның бәріне көптеген кері әсерлерді атап жатамыз. Батыстың көптеген керек емес дүниелер кіріп жатыр, немесе жаңағы ұялы телефон, смартфондарды кінәлап жатамыз. Жалпы бұл жаһандану заманында бүкіл дүние жүзі дамып жатқан кезде біз басқа бір нәрселерді кінәлап өзіміздің отбасылық құндылық және де отбасылық институтымызды құлдыратуға ешқандай негізі қақымыз жоқ. Бұл орайда ата-бабамыз осының бәрін соғысып жүрсе де, басқа да бір қиындық замандар көріп жатса да, бірақ отбасының қалай дамуы, ол отбасындағы мәдениет болсын, сыйластық болсын, құрмет болсын, үлкен кісілердің кішіге көрсететін үлкен жолдары болсын, барлығы біздің дала заңымызда, өзіміздің дала академиясы деп айтамыз. Жаңағы уәде деген өте биік ұғым бар. Сол уәдеден қазір айырылып қалған жағдайымыз бар.
сол уәде құрған жерде бір-біріне деген сенім құрып, бір-біріне деген сыйластық жойылып, сол қазіргі таңда біздің отбасы құндылығы қирау алдында тұрғаны ол расында да жасыра алмаймыз. Бұны қалай орнына келтіреміз деген сұрақ қазір бізді көп мазалайды. Бұны келтіру үшін мен айтар едім, қазір енді біз қоғамдық ұйымда жұмыс жасаймыз ғой, бәрі ерікті түрде. Бұл жерде бәрімізді мазалайтын біздің еліміздің болашағы, мемлекет басшысынан бастап осы үлкен тақырыпты кең ауқымда көтеріп жатады. Ұлттық құрылтайдағы барлық жолдауларында отбасы туралы міндетті түрде бір тараулары болады. Бұл отбасы құндылығы біздің еліміздің әрі қарай дамып қалыптасуының бір бөлшегі деп айта аламыз. Алғы шарты. Иә, алғы шарты деп айта аламыз. Отан отбасынан басталады дейді. Сол себепті не істеуіміз керек? Бұл жерде біз қазір әкелер одағы болып бір бөлек бір жұмыс істейік деген ешқандай алдымызға қойған мақсатымыз жоқ. Әкелер одағының мақсаты әкенің рөлін арттыру. Әкенің рөлін қалай арттыра аламыз? Парасатты әкелердің қатарын көбейту. Парасатты әке деген ол өте білімді, өте ұлтшыл, өте жанашыр, және де өз отбасының қорғаны. Отбасы деген ол отаны, өзінің кішігірім, сол кішігірім отанның қорғаны ол жаңағы әке. Әке сол себепті өзінің мойнына жүктелген елдіктің әрі қарай дұрыс қалыптасуына үлкен жауапкершілігін өз мойнымен, өзінің иығымен дұрыс көтере алуы. Сондықтан да біз әкелерге айтар едім, бұл жерде ананың да рөлі өте үлкен. Өйткені ата-анаға келіп тірейтін болсақ әңгімені, онда әкенің де, ананың да жауапкершілігі бұл жерде мен бірдей деп айтар едім. Енді Бекдар Нығметұлы, сіздің республикалық қоғамдық бірлестік, енді Астана филиалында да көп жұмыс жүргізіліп отыр. Осы қоғамдық бірлестікті енді көп адам танымал деп ойлаймын. Сонда да болса бүгінгі хабарды пайдаланып, осы өзіңіздің қоғамдық бірлестікте атқарылып жатқан қызмет туралы бір хабардар берсеңіз, сосын ары қарай әңгімені өрбітерміз. Слайдтар бар сияқты, иә? Иә, мен кішігірім өзімнің істеп жүрген жұмысымнан кішкене бір слайдтар дайындап келгендей болдым. Арасында слайдты жіберіп отырсаңыздар, жалпы негізгі біз біртұтас мемлекет болып әрі қарай дамуымыз үшін біздің ата заңымыз бар. Өзіміздің президентіміз бар. Президентіміздің жалпы халықтың алдына қойған талабы бар. Яғни ел болып әрі қарай даму үшін президентіміздің бір басшымыздың айтқанымен жүру, ол бізге парыз. Сондықтан да біз әкелер одағы әрқашанда президенттің әр құрылтайдағы айтқан жолдауларын мұқият тыңдап, оның іске асуына әрқашанда атсалысатын қоғамдық ұйым болып саналамыз. Бұл жерде президентіміздің әрқашанда халықтың алдына көтеретін мәселесі бұл отбасындағы мамыражай өмір, яғни ауызбіршілік. Отбасында егерде бақытты отбасында бәрі жақсы болып қалыптасқан болса, ол отбасынан өсіп өніп шыққан жаңағы перзенттер, яғни ол халықтың перзенті, яғни ол ертең елімізге қызмет жасайтын ұрпақ болып саналады. Біз енді осы орайда парасатты әкелердің қатарын көбейту үшін біз осы Астана қаласында 2023 жылдан бері өзіміздің филиалымызды ашып, 2 жылдың көлемі болды. Біз қазір қарқынды жұмыс атқарып жатырмыз. Бұл жердегі мақсатымыз, жаңағы айтып кеткенімдей, парасатты әкелердің қатарын көбейту. Парасаттылыққа не жатады? Өзінің мемлекетіне, туған жеріне, ана тіліне, және де салт дәстүріне оң көзбен қарайтын, үлгілі,
және де мерейлі отбасылардың қатарын көбейту. Ол орайда білесіз, көптеген мемлекеттік бағдарламалар бар, мерейлі отбасы бар, тағы да сол сияқты бақытты отбасы деген сияқты сондай бақытты отбасы, мерейлі отбасылардың қатарына тұру үшін не істеу керек? Әрқайсысы, әр отбасы өзінің үйінде, жаңағы өзінің кішігірім мемлекетінде өзінің құндылығын, өзіміздің қазағымызға сай құндылығын дәріптеп, балаларымыздың бақытты болашағына үлкен жұмыс атқару керек. Енді президентіміз әр жолдауында айтып кеткендей, баяғыда Абай атамыздың 5 нәрседен қашық бол деген өсиетін білесіздер. Сол 5 нәрседен қашық бол дегені біздің қазіргі заманауи қазақтарда 5 кеселге айналды. Мен жазып келген кішігірім презентациямда сол 5 кесел туралы әрқашанда мемлекет басшысы атап өтеді. Бұл бірінші тұрмыстық зорлық зомбылық дейді. Бұл деген енді біздің жалпы қазақтың табиғатында, қанында болмаған нәрсе бұл. Зорлық зомбылық отбасында жасау. Біз бағзыдан өзіміздің отбасымызды жаңағы ең құнды және де оған ешкімнің қалай айтып жүреді жаңағы киелі святой дейді ғой енді орыстар. Киелі қағида ретінде. Киелі қағида ретінде қабылдағанбыз. Бұлтартпас киелі қағида ретінде өзіміздің әрқайсымыз отбасымызды өзіміздің кішігірім отанымыз ретінде қабылдағанбыз. Үлкенге ізет, құрмет, кішіге қамқорлық, үлкенге құрмет деген қағидалар енді бұлжытпас қағидалар. Бұлжытпас қағидалар бізде атам заманнан бар еді. Сол кезде жаугершілік заман, мысалы көптеген біздің аталарымыз, ағаларымыз қаншама соғыста мысалы үйіне оралмай қалған кезде жаңағы жесір қалған, өздерінің жесірлерінде мысалы шеттетпеген. Одан қалған жетім балалар мысалы өзінің руының, өзінің жаңағы елінің, әулетінің қамқорлығында болып, сол әулеттің жаңағы ережелеріне бағынып, өзінің жаңағы елдігін сақтап қалу үшін сондай үлкен жауапкершілікпен қараған. Тұрмыстық зомбылықты былай айтпай-ақ қойсақ та болады, ондай болмаған тіпті. Ал екінші кеселге келетін болсаңыз, жаңағы құмар ойыны. Құмарлық деген енді ол жеңіл ақша табу, өзіңнің аяқ қолың сау, басың жұмыс істеп тұр, 12 мүшең бәрі аман, Алланың берген 12 мүшесіне риза болмай, жеңіл ақша табу. Ол жеңіл ақша табудың арты жаңағыдай неше түрлі қайтадан айналып келген кезде тұрмыстық зорлық зомбылық қалып келеді. Яғни ол жерде бүкіл өзінің мал мүлкін бәрін шашып, жаңағы бір өзінің нәпсінің жолына бүкіл жиған тергенін салып жіберу. Оның арты жақсылыққа апармайтын. Отбасы күйрейді ғой. Отбасы күйреп жатыр содан, соны қалай түсінбейтіні, ол да өте күрделі сұрақ. Үшіншіге келетін болсақ, жаңағы есірткі саудасы дейді. Есірткі саудасында біздің қазіргі таңда қарап отырсақ, зерттеуші мамандардың айту бойынша 14 мың ба осы көлемде жасөспірім балалар сол есірткі саудасымен. Жаңағы бір телефонға қарап, осы адреске бір жаңағы почтаны апарып қой дегенге, соның ішінде есірткі екенін білмей, закладчик деген бір нәрсе шыққан. Закладчик деген бір бәле шыққан, содан қаншама жасөспірім балаларымыз соған зардап шегіп құрдымға кетіп жатыр. Сондай қарап отырсақ, осы 5 кеселмен ысырапшылдық, вандализм деген бәлелер, бұл жалпы біздің негізгі өзіміздің қасиетімізде жоқ нәрселер. Қазағымызға тән емес, жаңағы өте бір таңсық сырттан келген дүниелер. Осыны жеңу үшін, осыны күресу үшін мемлекет басшысының осы жолдауында осының бәрін жеңіп іске асыру үшін біз әкелер одағы болып білек сыбанып осы жұмыстардың айналасында жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі таңда біздің қалада
жүздеген белсенді әке бар. Слайд көрсетсеңіз. Әкелер одағының Айтмағамбет, иә, республикалық. негізі республикалық төрағамыз Мақсұтбек Айтмағамбет төрағамыз өте білікті азамат. Көптеген жаңағы заң қабылданатын уақытта қоғамдық ұйымның уәкілі ретінде көптеген жаңағы вейп деген бәлені білесіз. Сол вейп, соны тоқтатуға атсалысқан, сол дөңгелек үстелдерде қатысқан, және де әлгі энергетикалық сусындар бар ғой. Оның да біздің ағзамызға өте зиянды екенін дәлелденгеннен кейін оған да қарсы өзінің дауысын беріп, сол жерде біраз оны да тоқтатуға біраз атсалысқан азаматтың бірі. Қазіргі таңда енді өткенде жақсы жаңалық естіп жатырмын аға. Балалардың телефонға қолданатын сим картасы. Сол шектеу. Балалардың сим картасы егер құзырлы мемлекеттік органдармен бірлесіп осы жүзеге асатын болса, біз бір кеселді жеңген болар едік. Бұл кеселді жаңағы интернеттегі зиянды контенттерді шектеу балалардың. Егер сол шектелетін болса, біз оның ішіне жаңағы жеңіл ақша табу, есірткі несі, жаңағы саудасы, басқа да көптеген керек емес дүниелерге шектеу болар еді. Онда біздің бір Ұлы Отан соғысында бір жеңіске жеткендей бір қуанатындай жағдайымыз болатын еді негізі. Мен енді ол кісінің орынбасарымын. Негізі Қазақстан бойынша 12 филиалымыз бар. Қазіргі таңда 12 өңірде 100-ден астам белсенді жаңағы парасатты әкелеріміз бар, жанашыр әкелер. 1000-нан астам қатысушы әкелер. Қатысушы әкелер біз жылда әр жыл сайын республикалық әкелердің форумын өткіземіз. Бүкіл өңірден әкелерді жинап, осы болып жатқан дүниедегі жақсы нәрселермен де бөлісеміз, және де кері әсерін тигізіп жатқан, мысалы денсаулыққа зиян тиіп жатқан болса, сол бір сессияда денсаулыққа байланысты, бұқаралық спортқа байланысты тағы да көптеген жақсы мамандарды шақырып, өзіңіз сияқты ұлттық құндылық бойынша, отбасы құндылығы академиясы бойынша сіз сияқты мықты профессорларға, мамандарға жүгініп, сол жерде көптеген ақпараттарды талқылап, соны резолюция ретінде президент әкімшілігіне жолдаймыз. Енді Мәкеңмен бірлесіп бірнеше мынау теле хабарларға да қатыстық. Ол да өте маңызды ғой, өйткені ол кісілер кәдімгідей елдің алдында бедел алған өзің сияқты азаматтар сол эфирге шығып, осында өздерінің ой пікірлерін бөліссе, ол да үлкен пайда ғой. Сондықтан бұл жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Ары қарай көрсетесіз бе? Рахмет. Ары қарай да жалпы мына жаңағы форумдарға тоқталатын болсақ, 9-шы форумда республикалық біз жаңағы ақпарат және мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Қызылорда өңірінде өткіздік. Қызылорда өңірдің басшыларына, Қызылорда өңірінің әкіміне, облыстың және де әкімнің орынбасары, ішкі саясат басқармаларының барлығына біз әкелер одағының атынан алғысымызды білдіреміз. Өйткені былтыр 9-шы форумды біз Қызылорда қаласында өткіздік. Біз естідік, өте жоғары деңгейде мәнді, мағыналы болып өтті деп естідік, қатысушылар айтқан болады. Қатысушылардың бәрі сондай бір жақсы әсерлі қайтты. Өйткені неге десеңіз, жалпы біз енді үкіметтік емес ұйым деген атымыз болғанымен, бірақ біз үкіметпен бірге жұмыс жасайтын сондай ұйымның қатарынанбыз. Сол себепті бізге үкіметтің осындай мүмкіндік беріп, өздерінің жаңағы қолынан келген көптеген қолдауларын жасаған кезде біздің жұмысымыз алға жүріп, көптеген ақпараттармен біз осы форумға қатысушы делегаттарға сол ақпараттарды жеткізіп, және де өздеріңіздің енді еліміздің әр түпкірінен келген әкелер болғандықтан, делегаттар болғандықтан, бұлар өздерінің өңірлеріне, үйлеріне қайтқан кезде сол форумнан алған жақсы дүниелерін сол өзінің өңірде таратып, әрі қарай насихаттауына көптеген мүмкіндіктер жасалды. Келесі слайд. Бұлар енді жалпы не? Жаңағы енді бұл роликтерді ары қарай жүргізе берейік. Жүргізе беріңіз, иә. Енді Бекдар Нығметұлы, мынау әкелер одағы, сіз енді осы әкелердің рөлі, отбасындағы әкелердің жауапкершілігі деген мәселені
кәдімгі тек қана мына практикалық жұмыс ретінде емес, кәдімгідей зерделеп жүрген азаматсыз. Осы туралы мынау Алқа радиосына берген сұхбатыңызда көрдім, өте мағыналы. Шынында да мынау қазақтың дәстүрінде мынау киіз үйін тіккенде шаңырақтағы мынау оқты тікпес бұрын шаңырақты көтереді ғой. Шаңырақты көтеретін бақан деген болады. Сол бақанды ұстап тұратын ол ер азамат қой енді. Әйел ұстамайды, ер азамат сол үйдің егесі ұстайды. Яғни сол шаңырақтың егесі сол деген сөз ғой енді. Соны көтеріп, соны мықты болу үшін. Басқаларымыз сол оқты қадап, балалары, әйелдері сондай сияқты. Соның өзі үлкен дәстүр. Осы тұрғыда әкенің рөлі, әкенің жауапкершілігі өте маңызды мәселе. Мен енді өзімде сіздің жаңағы радиода айтқан, өзіңіздің әкеңіз туралы айтқанды естіп, мен де әкемді еске түсіріп, әкеме арнаған бір шумақ жаңағы өлеңім бар еді. Әке, сені Алатаудай асқар шыңға теңедім, дүниеде еш ілімді ақылыңнан артық екен демедім. Алмастырмай әке сөзін, әке жолын басқаға, өміріме қуат етіп, мұрат етіп келемін деген. Яғни әкенің сөзін, әкенің жолын алмастырмай, ешқандай ілім оны баса алмайды деген ұғымда ғой енді. Мысалы, көрген білгеніміз, оқығанымыз, бәрі сол әкенің тәрбиесінен басталады деген. Сол сияқты әркім менің әкем ең жақсы адам дегенде ән бар ғой енді, қарап отырсаңыз, әркім өзінің әкесін мақтан тұтып қадірлейтін болса, отбасында сондай дәстүр жалғасатын болса, сол әкеге қарап ұл өсер, ұлдан қыздар үлгі алар деген сияқты ағасынан. Сондықтан осы тақырыпта өзіңіз бір ойыңызды бөлсеңіз, яғни әкенің рөлі отбасындағы, жаңа отбасы сақтау үшін, отбасында тыныштық болу үшін, отбасында қауіпсіздік болу үшін, отбасында бақ береке болу үшін, әкенің өзінің балаларының анасын қорғау, балаларын қорғау, соларға тәрбие беру жауапкершілік туралы ойыңызды бөлсеңіз. Көп рахмет, өте жақсы сұрақ. Енді расында да Бауыржан Момышұлы атамыз айтты ғой, бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды деп. Әл-Фараби атамыздың айтқан өсиетіне келетін болсақ, тәрбиесіз алған білім адамзаттың қас жауы дейді. Қарап отырсаңыз, біздің ата-бабамыздың, аталарымыздың, енді Бауыржан атамыз осы өткен ғасырдың азаматтары ғой енді былай қарағанда. Біз көп алысқа кеткен жоқпыз. Сол Бауыржан атамыздың айтқан нақыл сөздерімен, өсиеттерімен өсетін болсақ, біз қазір жолдан адаспай, жаңылыспай, дұрыс өзіміздің отбасымызға жауапкершілікпен қарар едік. Жаңа Алқа радиосын атап кеттіңіз. Алқа радиосы негізі 6-7 бағдарламадан тұрады. Соның бір бағдарламасы ата-аналар алқасы деп аталады. Тамаша екен. Сол ата-аналар алқасының негізгі мақсаты, соның радионың басшысы Серік Сейтман ініміз Бегдайыр аға, сіз осы ата-аналармен көп жұмыс жасайсыз ғой. Осы қазіргі әлеуметтік желіде неше түрлі бізге жағымсыз ақпараттар көп жазылып жатыр, көп таралып жатыр. Соны тоқтату үшін сіз жақсы ата-аналарды алып келіп, осы жерде сол ата-аналардың отбасындағы тәрбиесімен, сол ата-аналардың балаларының жетістігін осы жерде бір насихаттап жүргізіңізші дегеннен кейін қуана-қуана екі қолымды аспанға көтеріп, келісімді беріп, соны бастап кеттік. Өткен жылдың 2024-тің қыркүйек айынан бастап сол бағдарламаны жүргізіп келе жатырмын. Ол бағдарламада бірінші өзіңіз білесіз, қазіргі таңда біз кіммен мақтанамыз? Біздің мақтанышымыз кім? Қазір қарап отырсақ, көптеген білім саласы болсын, өнер саласы болсын, жетістіктеріміз көп біздің. Және де академиктерден де сұрасақ, үлкен қоғам қайраткерлерінен де сұрасақ, бәріміздің біздің балаларымыздың дарынды екенін дәлелдейді. Бүкіл дүние жүзі оны мойындап жатыр. Оның бірі және бірегейі біздің өзіміздің бауырымыз Димаш Құдайберген. Димаш Құдайбергеннің қазіргі қарап отырсаңыз фанаттары 1 миллионға жеткен екен. Бүкіл дүние жүзінде 200 мемлекет болатын болса, сол 200 мемлекеттен өздері құрып алған жаңағы чаттар бар екен, сонда 1 миллионға жуық фанат бар екен. 1 миллиардқа да жететін шығар енді. Жететін шығар, негізгі чатта отырған официальный айтам.
неофициальный 1 миллиардта болуы мүмкін, өйткені Димаш бауырымыздың жетістігі біздің жетістігіміз деп қабылдаймыз, қуанамыз. Сондай азаматты дүниеге алып келген ата-анасынан айналайын деп, содан атасы әжесіне рахметімізді айтып, содан Қанат пен Света Айтбаевтарды мен сол бағдарламаға шақырдым. Жаңа айттыңыз ғой, қара шаңырақты кім негізі көтереді деп. Өте киелі ұғым. Расында да жаугершілік заманның өзінде де жаңағы шаңырақты көтеру үшін үйдегі 5 жасар бала оны көтере алмайды ғой. Бірақ сол кездегі әжелеріміздің, аналарымыздың данышпандығы, білімділігі, жаңағы өте көрегендігі, мынау шаңырақты негізі ер бала көтеретін болса, бұл шаңырақтың тірегі мықты болады деген ұғыммен, сол 5 жасар бала болса да арамын жасатып, сол жаңа түндік не деуші, жаңа тіректі бақанды әйел кісі, әже өзі ұстап тастады, бірақ жаңа немересін алып келіп, сен ер азаматсың ғой, мына шаңыраққа сен ие боласың деп, сол отбасында қарап отырсаңыз, баланың жауапкершілігін сол 5 жастан жаңа санасына құйып жатыр ғой, қалыптастырып. Сонда қарап отырсаңыз, ешкімде жоқ ол. Жаңа бесік жырын айтты мысалы Светлана ханым. Бесік жырында да қалай жаңағы әлдилетіп отырып балаға рухты, ішкі жаңағы мысалы қазір былай ғой, не сөйлесең сол орындалатын заман келіп жатқанда, неге деген сияқты бұны жаңағы физиктар, ғалымдар зерттеді ғой. Сөйтсе адамның бойы 80% судан құралғаннан кейін айтылған сөз бойға барып сіңеді екен. Сол себепті жаңағы бесікте жатқан баланың бесік жыры болсын, 5 жасар оның жаңағы бақанды ұстап тұруы, әр қарай келе беретін болсақ, оның нағашылар алып келіп атқа отырғызуы, біздің негізгі табиғи құндылығымыз осы ғой. Осыдан айырылып қалғаннан кейін қанға берілетін осы біздің құндылығымыз осы. Осының бәрі қазір қаланың өміріне біз кіріп кеткеннен кейін, біз қазіргі балаларды, мен сізге бір кішігірім бір мысал келтірейін. Былтыр 11-ші сынып бітіріп, қызым жаңағы дарынды қыз балалардың мектебінде оқыды. Ол жерде жақсы жаңағы бір тұтас тәрбие айналасында ата-аналардың бір-бірімен үштік одақ дейді, жаңағы мектеп, ұстаз, ата-ана және де оқушы деген үштік одақ бар. Сол одақтың шеңберінде біздің мысалы мектепте жаңағы сыныпта 25 қыз бала оқитын болса, сол 25 қыздың ата-анасын әртүрлі іс-шарамен жүктейді. Жүктеген кезде келіп, жай ғана келіп бір осыны бір өткізейін, сосын менің мазамды алмаш деген сияқты емес. Соның іс-шараның қандай жаңағы қыз балаларға пайдасы бар, ата-анаға қандай пайдасы бар, және де ұстаздарға қандай оның көмегі бар екенін мен өз көзіммен соның дәлелдеген, өз көзіммен соның қаншалықты маңызды екеніне көзім жеткен адамын. Сонда осындай мамыр айы Бекдайыр аға, сіздің кезегіңіз келді. Біздің қыз балаларға қандай шара ұйымдастырасыз деді. Үйде жатырмын, жұмыстан келіп басымды қатырып, қандай шара ұйымдастырсам екен, қыз балаларға қалай біз әке ретінде не көрсете аламыз деп. Елге ақыл айтқанда оңай, ал енді өзің істеген кезде соны қалай іске асырамыз деп басымды қатырып отырған кезде бір шара болды күндіз. Содан сол тағы да бір сыныптас қыздың мамасы, тележүргізуші, атын айтпай қойын, сол кісі: Бекдайыр аға, сіздің кезегіңіз келіпті ғой, сіз не істейін деп жатсыз, менде бір ұсыныс бар деді. Әлгі айналайын қарындасымыздың ұсынысы: балаларды сыртқа алып шығып, қыз балаларды кигіз үйді апарып таныстырайық. Кигіз үймен таныссын, сол жерде егер ат болатын болса атқа мінгізейік. Сол жерде жаңағындай кішкене мастер-класс жасайық, уже жаңағы құрт жаяйық, тағы да басқа бірдеңелер істейік деп барсақ, қаланың сыртында көп екен сондай қазақи нақышта жасалған. Содан бір Алтынай деген замандасымыз тауып алып, телефонын тауып, соған звондап: жақсы беке, бір қойды сойып қоям. Енді әлбетте оның қаржысы бар, бірақ енді ол түкке тұрмайтын қаржы. Біздің 25 әке көтерілетін қаржы негізі. Содан бардық, бір қойымыз сойып қойған екен, қазанды жағып қойып, сонда
тамағымызды ішіп алдық. Ол жерде киіз үйдің бүкіл жаңа кіре берісінен бастап шаңырағына дейін бәрін зерттеп айтып шықтық. Күй тартылды, одан шыққан тамаққа тойып алғаннан кейін не істейміз? Ал енді ойын ойнайық деп қарасақ, бір аттар жайылып жүрген, мынау кімдікі десек, біздікі дейді. Мінуге бола ма дедік, әлбетте деп, жаңағы үйдің қыз баласы 18 жасар ма, 17 жасар аттың құлағында ойнайды екен қызымыз. Сол алып келіп ерттеп бізге дайындап берді. Енді қыздарымызға айтып жатырмыз, 4-5 әке болып бардық. Енді мына атқа мін десек, жаңа қыздар дірілдейді. Ойбай, мен қорқам, ойбай, мен қорқам деп тұрған. Қорықпа, айналайын, мен атты ұстап тұрам деп мінгіздік. Сол кезде мен түсінгенім, аға, анау генетика дейді ғой. Генетикадағы бар нәрсені ешкім жоя алмайды екен. Әлгі қыздарымыз атқа мінгеннен кейін рухтанғанын көрсеңіз. 5 минуттан кейін ба, 2-3 минуттан кейін, ал енді ана сіз арқанды жіберіңіз, мен өзім жүрейінші деп сұранды. Бір 5 минуттан кейін қарасақ, шаба бастады. Жаңағы анау аттың біздің негізгі қазағымызға қаншалықты байланғаны, қандай бізге жақын екенін сол кезде түсіндім мен. Аттың құлағында ойнаған ата бабамыз, әжелеріміз деп мақтанамыз ғой. Расында да біздің қазіргі жастарымыздың бойында сол қабілет бар. Соны мен айтар едім, демалыс күндері, мысалы жаз келе жатыр, жаздың күні аса сақ болуымыз керек. Неге десеңіз, аула бұқаралық спорттарын дамытуымыз керек. Аулаға шығып жұмыстан келген кезде бір кешке жақын көңіл бөліп, балаларымыз кіммен аулада ойнап жүр, қай тілде сөйлесіп жатыр, қандай жолдастармен араласып жатыр, соныған біз өте қатты көңіл бөлуіміз керек. Осы орайда сіздің осы студияны пайдаланып, мен еліміздегі осы жас ата-аналар болсын, басқа да ата-аналар болсын, бәріне үндеу жасар едім. Жаз уақытында жаңағы судың айналасында демалатын болсаңыздар, баланы аулаға жіберіп қойып, өзімен өзі ойнап жүр деп жібере салмай, еркіндік бере салмай, оны үнемі бақылауда ұстау. Баланың ол әдейі жасамайды. Әдейі соны жасаймын деп жасамайды. Баланың қаны қызу болады. Бойындағы энергиясы біздікінен 10 есе, 50 есе, 100 есе артық болуы мүмкін. Сондықтан да сол орайда балаларымызға біз өте қатты көңіл бөліп, соны қадағалауларын сұраймын мен ата-аналардан. Жақсы. Енді бәке, мынау жаңағы республикалық форумда мына тақырыпты көріп отырмын, отбасы және қауіпсіздік деген. Қазіргі әңгімеміздің басында да біз бастадық қой. Жалпы отбасы, енді бақытты отбасы көп болған лайым жақсы, бірақ көптеген отбасыларында осы жаңағы өзіміз айтқан мынау жанжалдар, зорлық, зомбылық, әсіресе ер адамдардың тарапынан күш көрсету әйелдерге, балаларға, осындай өте бір қатерлі дейміз бе, қасіретті дейміз бе, қауіпті дейміз бе, оқиғалар орын алып жатады. Статистиканы қарайтын болсақ, кәдімгідей адам шошытатын жағдай бар. Сондықтан біздің осы әлеуметтік жобаның өзінің бір мақсаты осы зорлық зомбылыққа қарсы іс-шаралар жүргізу, соны болдырмаудың алдын алу. Ол үшін әртүрлі іс-шаралар енді қолдануға болар. Мынау медиа құралдары осы бағытта не істей алады? Біз қолымыздан келгеннің барлығын жасап жатырмыз ба? Біз ресурстарды толық қолданып жатырмыз ба? Мысалы, кәдімгі енді теледидарды қазір көп адам көрмейді. Сонда да болса, мемлекеттік саясат жүргізіп отқан көптеген медиа каналдар бар ғой, енді телеканалдар. Солардағы хабарлар болсын, мына әлеуметтік желі болсын, яғни мынау медиа орта, ақпарат құралдары осы бағытта қандай жұмыстар істей алып жатыр, істей алмай жатыр, не істеуге болады деген тақырып біз үшін өте өзекті болып тұр. Осы туралы ойыңызды айтсаңыз. Өте орынды сұрақ. Расында да қазір отбасындағы қауіпсіздік бұл ерекше маңызды тақырып. Біз енді қазір ішкі істер министрлігімен, мен енді осы Астана қаласы филиалына төрағалық еткендіктен, полиция департаментімен біз бірлесіп көп шаралар өткіземіз. Шаралар болғанда негізі қазір осы 10 сәуірден бастап білсеңіз, 6 мамырға дейін жасөспірім деген жаңағы не жүріп жатыр, бір айлық
жаңағы профилактикалық жұмыс. Ол жерде жаңағы жасөспірім біздің бала шағамыздың қылмыстық оқиғаға түсіп қалмау үшін біз көптеген кездесулер, түнгі тексерулер, түнгі 11-ден кейін көшеде жүрмеу, соны насихаттау, соны дұрыстап оларға жеткізу мәселесі бойынша жұмыстар атқарып жатырмыз. Ал енді бұл жұмысты қалай тоқтатуға болады деген сіздің сұрағыңызға айтар едім. Негізі ақпараттық жұмыстар жақсы түрде жүргізіліп жатыр. Көбісі енді қазір теледидар көрмеуі мүмкін, бірақ дегенмен де қабылданып жатқан заңға байланысты мен полиция департаментімен бірге жұмыс істегендіктен ол кісілерден сұраймын, жалпы оң динамика бар ма деп. Мысалы, қазір бәрін қамау бізде мақсат емес, және де шарт емес, бірақ сол қамалғандардың ішінде түзеліп кеткендер бар ма, және де қазіргі таңда соған түсіп қалып жатқандардың саны қалай, өсім бар ма, әлде төмендеу бар ма деген кезде, бұл заңның қабылданғаны бір жағынан дұрыс болды дейді. Қазір тұрмыстық зорлық, зомбылық жасау үшін ойланатын жағдайға келді дейді. Бір жағынан сондай бір оң динамика бар екен. Бірақ енді біз қоғамдық ұйым болғаннан кейін полиция департаментінде енді бұл тұрмыстық зорлық, зомбылықпен күресетін өзі бір басқарма бар. Осы жақында басқарма болып ашылды. Қалада 6 ма 8 сондай қызметкер ғана жұмыс еткен, оның өзі және де қыз балалар екен. Тұрмыстық зорлық, зомбылықпен күресетін бөлім. Миллион халыққа. Миллион халыққа 6 немесе 8 қарагөз қарындасымыз қалай күреседі деген сұрақ, былай қарап отырсаңыз миға сыймайтын дүние. Сондықтан да осы қоғамдық ұйым ретінде бізде Астана қаласы әкімдігінің жанында әйелдер істері және де демографиялық саясат комиссиясы бар, ұлттық комиссиясы. Сол комиссияның бастамасымен ішкі істер департаментіне министріне хат жазып отырып, сол кішкентай бөлімшені үлкен басқармаға құру, және де ол штаттың санын арттыру, сонда 48 штатқа өсті, единицаға, бірлікке. Сол 48 қызметкерлердің ішінен 4-5-еуін ер полициялардан құрды. Неге десеңіз, өйткені түнде көп деген қоңыраулар түнде шалынады екен. Түнде қыз бала, ол полиция болса да қайтып барады. Өзіне қорған керек. Өзіне қорған керек. Сол себепті жаңағы ер полицейлерден құрылған сондай түнгі жаңағы қоңырау шалған кезде баратын сотрудниктермен қазір жұмыс жақсы түрде, қарқынды түрде жүріп жатыр. Бұл енді жақсы оң динамикаларын көрсетіп жатыр, және де бұның шешімі жақында соның бәрін біз жаңағы уақытша оқшаулау изоляторларына да барып, сол түсіп қалған азаматтармен кездесіп сөйлесіп жатырмыз. Оның қаншалықты дұрыс емес екенін олар өзі де түсініп, біз де оларға түсіндіріп, негізі отбасындағы сен қорған болатын, тірек болатын адам мынандай жасағаннан кейін басқаларынан не күтуге болады деп, соның санасын оятып, жаңағы отбасында сол тұрмыстық зорлық, зомбылық көрген бала қатыгез болып, ол мектепке барып, өзінің жаңағы ойнап жүрген, оқып жүрген, бірге араласып жүрген ортасына көптеген зиян тигізіп жатыр. Оны да соларға жеткізгеннен кейін енді бәрі түзеліп кетті деп айта алмаймын, бірақ дей тұра бір 20-30% қателік болған екен деп мойындап жатқаны бізді қуантады. Себебі солай бір күнде Астана бір күнде салынған жоқ, солай орнына келеді деген үмітіміз бар. Енді ақпарат құралдарының рөлі қалай деп ойлайсыз? Қазір енді мысалы жаңағы заң қабылданды ғой енді. Соны көп адам біле ма? Ол соны заңды насихаттау қалай жүргізіліп жатыр? Осы көңіл көншітерлік жағдайы бар ма? Сосын мына біздегі президенттің өзі кеше Бурабайда айтты ғой, мына кинофильмдер туралы. Үлкен насихат құралы ғой енді. Қазір жастар өте көп барады. Сол жерде осы отбасындағы береке, бірлік, жаңағы татулық деген нәрселерді насихаттау бойынша бізде кинофильмдер, хабарлар, телехабарлар, сол туралы
менің ойымша сол бір жеткіліксіз сияқты бәке, қалай деп ойлайсыз? Оныңыз рас, сізбен толықтай келісемін. Өйткені осы теледидарды бір 100% осы халқымыздың бәрі көріп жатыр деп 100% сеніммен айта алмаймын. Сол себепті біз не істеуіміз керек? Мен өзімнің пікірімді айтқым келеді. Ұсыныс ретінде де, егер құзырлы органдар осыны қабылдай алса, негізі әр ауланың, әр тұрғын үйдің, тұрғын үй кешенінің жаңағы КСК деп шек, баяғыда бар ғой, қазір ОСИ деп айтады екен. ОСИ дейді. Сол ОСИ-дің басшысы осы ақпаратты таратса Өте дұрыс, иә. негізі. Өйткені ол сол тұрғын үй кешенде қанша тұрғын тұрып жатқанын ол бізден жақсы біледі. Учаскелік полиция жалғыз ол бүкіл ауданға бір учаскелік полицияны қойып қояды, мысалы. Ол жерде мысалы 100 тұрғын үй болуы мүмкін. 100 тұрғын үйде 100 тұрғын үйдің өзінің ОСИ бар, оның басшысы бар. Сол басшысына мен ойлаймын, дұрыс ақпаратты беріп, ол әр қарай соны тұрғындарға жеткізетін болса, осындай заң. Өте жақсы. Және де мектепте болып жатқан балалардың қатыгездігі, ол үйден көргенін барып, ұяда не көрсең ұшқанда соны білесің деді аталарымыз. Соны мектепке алып барып, өзінің үйіндегі жаңағы қиыншылығын басқаларға кері әсерін тигізіп жатқаннан хабар жетсе деген сияқты осындай бір ұсыныс айтқым келеді. ОСИ-ларды осы жерде тартсақ. Өте жақсы. Және де жаңағы тұрғын үй, әр тұрғын үйде бір жанашыр, бір ата-ананы тауып алып, бір үлкен ата-әжені тауып алып, сол аулада бір әдемі құнды дүниелерді сол жерде көрсетсе деген ой. Қазір ол ОСИ-лерде чат бар. Чат деген жақсы болды ғой. Бәрі бір-бірімен байланысты, тұрмыстық мәселелерді талқылап жатады. Ал енді мынау да әр отбасы үшін маңызды нәрсе ғой. Сондықтан осы туралы хабарлама беріп отырса, ол ОСИ-дің беделі өседі. Беделі өседі. Өйткені ол жай ғана айқай-шу бір айтыс-сартыс емес, мына бір салиқалы ақпарат беріп отырса. Дұрыс айтасыз. Сондай бір ұсыныс болып тұр. Егер сол ОСИ соны жеткізсе, өйткені чатта қарап отырсаңыз, тек қана сол анау парковкаға неге машинемді былай қойып қойды, подъезге неге жүкті былай әкеп тасып жатыр, бір болмайтын боқ дүниені ғана талқылайды ол жерде. Ал біздің ұлт болып, мемлекет болып дамуымызға кері әсерін тигізіп жатқан тұрмыстық зорлық, зомбылық, бала қауіпсіздігі, сол өте маңызды шарттардың бірі болып талқыланса сол чаттарда, біз бұл бүкіл кеселдерді жеңеміз деген бір сеніммен айтамын. ОСИ-лердің оларда бір қоғамдық негізде ғой, сол бір әлгі не дейді ғой, положение дейміз ғой, сондай жасап, соған кіргізіп, заңдастырып, кішкентай қолдау жасаса, солар арқылы біз ақпараттарды біліп тұрсақ, және де сол тұрғын үй кешендерінде жаңағы айтып отырмын ғой, жақсы бір дана қариялар болса. Әрине бар ғой. Бар. Бір ауыз сөзбен бәрін тоқтататын. Сондай бір өзінің бір жаңағы бір жауапты бір жанашыр, бір жақсы бір әкелердің қатарынан болуы мүмкін, ол ата-әженің немесе аналардың қатарынан болуы мүмкін. Өз ауласы берекелі болатын болса, сонда жақсы нәрсені көрген бала да үйіне келген кезде өзінің әке-шешесін де тәрбиелеп жіберуі мүмкін. Егер оның соған білімі, біліктілігі жетпей жатса деймін да. Көршісінде не болып жатыр, подъезде не болып жатыр, бәрі бір-бірін біліп отыр. Бір-бірімен араласуға да бір жақсы бір септігін тигізетін еді бұл жерде. Жақсы екен. Енді ауылдық жерде туған туыс ағайын жаңағы құда жекжатта олар жақсы араласады. Қалада енді бұндай араласу жоқ қой. Бұның жаңағы сіз айтқандай бір жақсы тәсілі бар екен. Көп рахмет, тамаша ұсыныс. Енді мына жаңағы кинофильмдер туралы шынында да қазір жеңіл-желпі тақырыптағы өзіміз мазақ қылып айтып, соған мәз болып күлеміз. Одан да гөрі осындай бір, мынау бәке есіңізде бұрын үлкен мына бір художественный фильм дейміз ғой, көркем фильм көрердің алдында бір документальный фильмдер көрсететін. Ана халық жиналды ғой енді. Соның алдында сондай нәрселерді көрсетсе қалай деп ойлайсыз? Жақсы ғой. Өте жақсы. Мен бірнеше рет сол фильмдер көруге барғанда басында көрсететіндердің барлығы бір мәні жоқ, мағынасы жоқ, реклама ғой. Соның орнына осындай нәрсені барған адам ол еріксіз көреді енді оны.
жастар көреді, үлкен кісілер көреді. Осы жерде де бір ойланатын нәрсе бар сияқты. Арнайы дайындап роликтер. Арнайы роликтер дайындап, және де соны қадағалауды күшейтсе. Енді мәдениет министрлігі бар, осы енді ол қаншама жеке меншікке айналып кетті деп отырмыз ғой енді. Кинотеатрдың барлығы сонда да болса мемлекеттік саясат қой. Сондай, сосын мынау ақпарат құралдары есебінде мынау қазір енді кітап оқитын қоғамға айналып жатқан сияқтымыз. Осы отбасы құндылық, отбасындағы қауіпсіздік мәселелері бойынша әдістемелік құралдар, мынау сосын қазақ тілді контент бізде аз ба деймін. Осы мынау заңдар шығып жатады, көбіне хабарлар орыс тілінде, көп орысша оқиды, әлеуметтік желі бар орыс, қазақ тілді контентті көбейту керек шығар. Қалай деп ойлайсыз? Дұрыс айтасыз. Ауыл адамдарына арналған. Ауыл адамдарына арналған, расында да ауылда әлі Аллаға шүкір жаңағы нелеріміз өзінің дәстүрлерін сақтап тұр ғой. Енді көбісі қазір ауылдан қалаға көшіп жатыр, қаланы ауыл қылып жатқан жағдай бар, бірақ қай жағынан ауыл қылып жатыр, сол жағына көп мән берсек. Ауылдан келді екен деп жаңағы ойна келген істемей, қаланың бір мәдениеті болады, қаланың бір даму процесі болады, соған атсалысатын. Бұл жерде де мәдениет неден басталады? Жаңағы өзіңіз айтқандай, көркем фильмдардан, жарнамалардан, көргеннен, білгеннен, естігеннен көптеген ақпараттар соған қарап, ол да бір дамудың құралдары ғой. Сол себепті сіздің жаңағы айтқан бүкіл ұсыныстарыңыздың бәрі өте орынды. Сол себепті мен ойлаймын, цензура дейді ғой, кезінде баяғыда цензура деген бар еді ғой, қазір киноға баруға қорқамыз. Аға, өзіңіз де бір барып жүрген шығарсыз кинотеатрларға. Болды ондай жағдай. Бір бала шағамен бара қалайын десең, жаңағы құлақты басып отырасыз, неше түрлі көргенсіздік, неше түрлі мәдениетсіздіктерді көрсетіп жатады. Осыны бір тоқтататын бір уақыт келді. Соған біз өзіміз қоғамдық ұйым болып, осы елдің жанашыр азаматы ретінде осы киноларды біз тоқтатуымыз керек. Түкке тұрмайтын, жаңағы өте арзан қолды, ешқандай бір пайдасы жоқ осындай фильмдарды тоқтатып, мысалы, мына Қырғызстан кішігірім мемлекет болса да, жақында өзіңіз естідіңіз, жаңағы Рекетир деген киноны алып барып көрсетеміз деген кезде, бұл біздің жастарымызға кері әсерін білет. Біз жаңағы бандитизмнен енді құтылайын деп жатқан кезде, мынау қайтадан бір үгіт насихат сияқты жүрейін деп жатыр деп, әлгі ұлттық қауіпсіздік комитеті алды да ол фильмді тоқтатып, мүлдем көрсетпейтіндей қылып, жаңа прокаттан алып тастады. Қолынан келеді ғой. Демек бізде де ұлттық қауіпсіздік комитеті бар. Бұл ұлттың қауіпсіздігі, сол жаңа кішігірім кинодан, ол жаңа пропаганда дейді. Тек сырттан келіп жатқан жоқ, іштен де шығып жатқан жау көп. Жаңағы іштен де шығып жатқан жау көп, сондықтан да соның бәрін бір реттейтін және де соны бір қолға алатын уақыт келді деп ойлаймын. Идеологиялық жұмыс. Идеологиялық жұмыс. Бізде айтып жатыр ғой, қазір жаңағы статистика 27%-ға дейін мынау жаңадан алғашқы үйленгендердің 27% ажырасып кетіп отыр. Қазіргі статистика. Естіп жатырмын. Ал Өзбекстанда 10% екен. Оның өзі енді қазір белгілі. Ол елде шын мәнінде осы татулық, бірлік, мынау отбасындағы жаңағыдай зомбылық мәселелер өте аз, сондықтан үйренетін нәрсеміз көп. Түнгі 11-ден кейін көшеге шығуға болмайтын білмейтін ата-аналар. Кейбір ата-аналар түнгі сағат 12-де жаңағы 6, 7, 8, 10 жасар балаларын магазинге жібереді екен. Міне, мынау подъезден шықтың, келесі подъезге кірдің дегендей. Ол екі ортада жаңағындай осындай полиция қызметкерлері жүрсе, ол баланы ұстап алады. 12-де не істеп жүр? Негізі қарап отырсаң, 12-де емес, сағат 10-да сол бала ұйықтап жату керек қой негізі. Бұл жерде ата-аналардың жауапкершілігінің өте төмендігі. Жаңағы түнде өзі бір жерден кешігіп келуі мүмкін, үйде нан болмай қалды, немесе жұмыртқа болмай қалды деп баланы жұмсайды. Неге өзі барып алып келмейді екен соны? Сондай. Одан кейін жаңағы қар күреп жатқанымыз бар. Тағы да жүріңізші. Мынау іс-шара, мысалы, 100 мектеп және 1000 әке 2 челленджі өтіп жатыр. Біз бұны осындай қар жауатын өңірлерге челлендж ретінде жолдап жібердік. Бұл жердегі мақсат, ұл балаларымызды алып шығып, жұмысшы мамандықтар жылы жарияланғаннан кейін көше тазалап жүрген біздің үлкен кісілер ғой, жүрген жас ешкім жоқ.
солардың еңбегін бағаласын, Мм. оның қаншалықты ауыр екенін түсінсін. Ана көше таптаза болғанға олар ойлау мүмкін, бір оңай жұмыс шығар деп. Иә, А өздері қар көріп, мұрындарынан жаңағы суыққа тоңып, мұрындарынан боқ аққан кезде оны түсінеді да, соны көріп қалай деп енді жұмысшылардың мектептер арқылы ұйымдастырдыңыздар ғой. иә, білім Дұрыс екен. білім басқармасына көп рахмет айтамыз. Және қала әкімінің орынбасары Есет Берікұлы Байкен. Сол кісілерге хат жазып, солар бізге жаңа мектептерді тауып береді. Себебі балаларды жұмысқа былай шығару оңай емес, қазір бәрі ақша соқпа болды. Мектептер Міне зорлық зомбылықсыз 16 күн, Астана қаласы 24. иә, бұның болғанда біз анау тренингтер, зорлыққа ұшыраған аналармен де кездесіп тұрамыз. Бұл кісілердің жаңағы ашуын басып, бұлар ойлайды, бізді ұрғаннан кейін барлық еркектерде сондай деп. Сонда біз келеміз айтамыз, енді сіздің еркегіңіз сондай болып қалғанына енді біз жазығымыз жоқ, бірақ барлық еркектерге үйтіп тас атпаңыздар. Біз мысалы сіздерді қолдаймыз, ешқашанда сіздерді басқа біреуге олай ренжіткізбейміз деп, өзіміздің отбасымыздағы басқа да бір қалай ананы құрметтеу керек туралы біраз семинарлар өткізіп, кішкене олардың ашуына жұбату ретінде бір жақсы әңгімелер біз айтып қайтамыз. Бұл кісілерді жеке шақырасыздар ма сонда? Бұлар жаңағы дағдарыс орталығы бар екен. Дағдарыс орталығы. Кризис центр дейді ғой, сол жерде отырған адамдар екен. Сол жерде ғой негізінен. Олар енді ол жерге кіріп алғаннан кейін негізі үкіметтің де қателігі бар. Ана жерге кіріп алғаннан 2 күннен кейін тілі шығып, неге бізге давай пәтер бер, давай неге дұрыстап тамақ бермейсің деген сияқты. Сұрақтар көбейтеді екен да. Сондай. Енді негізгі мынау проблемалық мәселелер осырада ғой енді. Тренинг өткіздіңіздер. Тренинг психологпен менің орынбасарым анау сөйлеп тұрған. Қазір енді қазақ тілінде, орыс тілінде сөйлеу керек болып тұр ғой. Марат Көшкінбаев па? Марат Көшкінбаев, білесіз ғой, танисыз ғой. Тамаша жігіт. Келесі слайд тағы не бар? Мынау жаңағы бағана айтқан демократиялық саясат жөніндегі комиссияның қорытынды отырысы. Бұл кісілер де жақсы жұмыс істеп жатыр. Мықты жаңағыдай белсенді аналар, мықты жаңағындай қолдан іс келетін. Соны менің істеген жұмысымды бұлар енді әкелеріміз ғой, ер азаматтар ғой деп шақырып, менің жұмысымды бағалап, жаңағы алғыс хатын беріп жатыр әкімнің қолына, әкімнің атына. Осындай жыл қорытындысы декабрь айының 31-інде ме, жаңа жылдың алдында. Бұл енді тек Астанада емес, республикада бар ғой бұндай комиссия. Негіз комиссия республикада бар. Назипа Шанай ханымды білем, осы комиссияның мүшесі. Жоқ, ол кісі бұл комиссия мүшесі емес, ол кісі АИНК-ның жанында. Ол басқа. Ол аналар одағы деген бар, Союз матерей. Сол АИНК-ның жанындағы аналар кеңесінің төрайымы. Ол кісі АИНК, при президенте. А мынау нацкомиссия тоже при президенте, бұл Балаева. Аида Ғалымқызының командасы негізі. Келесі, тағы не бар екен? Сіздердің жұмыстарыңыз? Осымен бітті қойдың да, басқа не бар? Негізі көп нәрселерді бүрген еткен жоқпыз. Және де біз неге барып тұрамыз аға? Балалар үйіне. Вот балалар үйінің жағдайы қалай отыр? Қазір азайып жатыр, қатты аз емес. Балалар үйіне түсіп жатқандардың саны көп. Соларға енді әкесіз өсіп жатыр ғой. 2 шар өткіздік, өткенде бардық та, балалар үйіне бардық та, сол балаларды тиеп алып, біз неге апарып келдік. Бір мектепке алып барып футбол ойнаттық. 4-5 әке болып, жинап алып, сол жақта футбол ойнап, футболдан шыққаннан кейін жаңағы балаларды хан шатырға алып барып, жаңағы пиццасын сатып беріп, сусынын сатып беріп, ойнатып, сосын әкелдік. Жаңа әке қамқорлығын оларда көрсін, ана жерде аянышты жағдай ғой. Енді қанша жерден өзге балға аймақ беріп қойсаң да, барлық жағдай жасап қойсаң да, бірақ ананың мейірімін, әкенің қамқорлығын ешкім бере алмайды ғой. Сондай шараларды өткізіп тұрамыз аға. Жаңа балалар үйіне барып тұрамыз. Одан кейін отбасында зорлық, зомбылық көрген балалар да сорада бар ғой. Жаңа әкесі ұрып, арақ ішіп, дәл солай. Анау ата-аналар құқығына айырылған отбасының балалары да бар ғой сорада. Ол ата-аналар құқығын, яғни тірі жетім дейміз. Мен жаңа Астана қаласы әкім жанындағы жасөспірім балалардың құқығын қорғайтын комиссия мүшесімін ғой. Бұл жерде
ата-аналар құқығын айырмас бұрын, мысалы жаңағындай қоңырау шалынып сондай бір жағдай тіркелген болса, ол баланы автоматты түрде жаңағы балалар үйіне апарады. Одан кейін жаңағы комиссия қарайды оны. Комиссия бұл жерде қараған кезде оның құқығынан айыра алмайды. Сотқа рекомендация ретінде жібереді. Мынау адам болмайды, мынаны сөйлестік, мынау не әке, не ана бола алмайды. Сондықтан да бұл бала үкіметтің қарауында қалу керек деген сияқты бір ұсыныс ретінде бір жаңағы рекомендация бере аламыз. Ал сол екі ортада жаңағы бала екі ортада қалып қойды, балалар үйінде бір ай қалып қою мүмкін, 2 ай қалып қою мүмкін. Ол 2 айдың ішінде жаңағы ата-анасы түзеліп, қайтадан баланы алуына болады. Оның өзінде де тағы да бір комиссия отырысын жасаймыз да, сол жерде айтамыз. Егер де келесі жолы осы жағдай қайталанатын болса, бұл жерде енді біз сені қорғай алмаймыз. Біз сені қорғаушы ретінде осы күнге дейін сені бір дұрыс жолға түседі, тәртіпке түседі деп осы жағдайды жасадық. Келесі жолы бұл қайталанбайды деп сөйтіп ақыл кеңесімізді беріп жібереміз. Арасында жақсы болып кеткендер де бар. Өкінішке орай, жақсы бола алмағандар да бар. Өкінішке орай. Сондай моменттер кездесіп тұрады. Енді бәрі осы отбасындағы тыныштықтың болмауы себебі ең басты зардап шегетін балалар ғой. Иә. Кішкентай балалар қорғаусыз, әртүрлі кішкентайдан басып сондай зорлық зомбылық өте үлкен жаңа қорқынышты жағдайларды көргеннен кейін ертең біріншіден ол психологиялық түрде орнықсыз бала болып шығады, екіншіден көрген білген істейтін балалар да содан шығады ғой енді. Дұрыс айтасыз аға. Сондықтан осы жұмысты расында да өте жіті қадағалауға алу керек. Осы орайда өте сақ болуымыз керек. Жаңа отбасы құрып жатқан, мысалы біз сізге бір жақсы бір оймен бөліскім келіп тұр. Жаңағы 11-ші Қызылордада болған облыстық форумда біз өңірді арладық қой. Сонда бізді 2 күн сол өңірдің жақсы жетістіктерімен таныстырды. Сонда бізге ұнағаны, біз өзімізге түйіп алдық. Анаға тағзым деген орталық ашылған екен. Қызылордада бар. Және де отбасы орталығы деген. Отбасы орталығындағы ең ұтымды дүниені сізге айтайын. Негізі әр өңірде сол отбасы орталығы ашылса. Неге десеңіз, мысалы, қазір біз енді цифрландыру заманында өмір сүріп жатырмыз. Қазір бұрынғындай ЗАГСқа барып тіркеліп, арыз жазып, отбасы құрам деген ешкім білмейді екен. Электронды үйде алып тіркеле салады екен. Сон тіркелгенді қалай жақсы пайдаланған Қызылордада телефоннан звондап шақырып алып сұрайды екен жастардан. Ол жерде аталар отыр, әжелер отыр. Және де жаңағы отбасы құрғанда сен қай елсің, бір-бірін танисың ба, жаңағы 7 атадан қыз алыспау деген бәрін қадағалап, енді сол ер азамат қайтады екен. Сен не үшін үйленейін деп жатсың? Кім саған осыны үйленудің керек екенін айтты деген. Әкем айтты, үйлен деді, соны үйлене салайын деп жатырмын. Тұра тұр. Үйлене салу саған бір ойыншық емес. Сен мынау қыз аманат. Мынау қыз аманат саған. Бұны сен қалай ертең өзіңнің қамқоршылығыңа ала аласың ба? Бұған сен тірек боласың ба? Отбасының ұйытқысы боласың ба деген сияқты сондайларды ата-әжелер миына құйып, оның жағдайын тексеріп, батасын беріп, сөйтіп үй қылып жібереді екен. Соны біз басқа қалаларда, басқа өңірлерде соны қолданса деген, бұл да бір тағы бір ұсыныс. Анау бұрынғы жаңа неке сарайларында ол бір ресми бір шаблонмен атқарылады ғой. Енді мешітке барып неке қиып жатады, ол да өз алдына бір, ал енді мынау таза біздің ұлттық құндылықтарымызға негізделген нәрсе ғой. Негізі күшті. Бойына сіңеді, оның санасына жетіп, яғни тамаша нәрсе екен. Қызылорда сыр өңірінде. Қызылорданың сондай бір жақсы нелерін көріп біз қуанып келдік. Мысалы ол басқа бір мемлекет болса жарайды деп айтар едім да. Өзіміздің сыр елі ғой. Енді барып келсек те, оны бері қарай алып келсек те өте оңай нәрсе ғой. Енді біздің осы татулық KZ жобасы осы республиканың бірнеше өңірінде өзінің нелер кеңселері болады. Сол арқылы жұмыс жүріп, сіздің ұсынысыңызбен Қызылорданың тәжірибесін тарататын боламыз. Енді Бектай мырза, Нығметұлы,
Мынау хабарымыздың уақыты аяқталып келе жатыр. Біз біраз нәрсенің басын шалдық. Үлкен өзіңіздің ой пікіріңізді айттыңыз. Енді алдағы уақытта мына 7 мамыр отан қорғаушылар күні, 9 мамыр ұлы жеңіс күні, 15 мамыр отбасы мерекесі күні екен. Осылардың қарсаңында осындай хабарды өткіздік. Өзіңізді осындай мерекелермен құттықтаймын. Рахмет. Бүкіл мынау Астана қаласының, тіптен Астана емес, енді республикалық деңгейде өзіңіз осы балаларға болсын, отбасыларына болсын, ортақ әкенің рөлін атқарып, үлкен қоғамдық жұмысты мойныңызға алып жүрсіз. Жаңағыдай ойларыңыздың барлығы біздің хабарымыз, мынау Татулық KZ хабары, Татулық KZ жобасы, әлеуметтік жобасы. Осы өздеріңіз сияқты азаматтардың ой пікірін жинап, сол кемшін тұстарымызды түзету бағытында атқарылып жатыр. Сондықтан сіздің ұсыныстарыңыз қабыл алынады деп мен ойлаймын. Сондықтан уақыт бөліп келіп жатқаныңызға үлкен рахмет, және мынау әкелер одағы ұжымының қызметіне үлкен өзіміздің тілектестігімізді білдіреміз. Алдағы уақытта мен республикалық ұлттық құндылықтар академиясының төрағасымын, өзіңіз білесіз, бүгін хабар жүргізіп отқан. Енді сіз болып, біз болып, ауызбіршілікпен осындай үлкен келелі мәселелерді шешуге, мемлекеттік саясатқа араласып, қолдауымызды көрсетсек, нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Рахмет, Әділхан Төлегенұлы. Мынау расында да Татулық KZ деген өте керемет жоба екен. Және де сізді қатты құрметтейміз, сыйлаймыз. Отбасылық академияның ұлттық құндылықтар академиясының негізін қалаушы ғалым ретінде танимыз. Сізге көп рахмет шақырғаныңызға. Және де енді біздің осы 7 мамыр өзіміздің әскер күні, 9 мамыр аталарымыздың, әжелеріміздің еңбек етіп, үлкен жаңағы фашизмді тоқтатуға үлкен үлес қосқан еңбектің қазір бағалануы біз үшін өте қуанышты жағдай. Отбасы күні келе жатыр дедіңіз, жиырма 15-і. Барлық қазақтың отбасын осы еліміздегі жақсы сол мерекелермен құттықтаймын. Отбасы жаңағы отанның бір бастамасы, сондықтан да отанымыз әрқашанда аман есен болсын, аспанымыз ашық болсын, бала шағамыз білімді, тәрбиелі, салиқалы болсын. Сол балаларды білімді, тәрбиелі қылып өсіру үшін ата-аналарға Алла сана берсін. Рахмет. Қадірменді көрермен, бүгінгі Татулық KZ хабарында әкеге қарап ұлы өсер тақырыбындағы сұхбатқа республикалық әкелер одағы қоғамдық бірлестігінің төрағасының орынбасары, Астана қаласы филиалының басшысы Күзембай Бекдайыр Нығметұлы қатысты. Бекдайыр Нығметұлы, аман сау болыңыз, көп рахмет. Осымен хабарымыз аяқталды. Көп рахмет.